Бұл дін қаттылықпен ешқашан жетпейді, бауырлар. Түсінікті ғой, бұл дін тек қана немен жетеді? Жұмсақ мінезбен ғана жетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жұмсақтық қай нәрсеге енсе, соны көркем қылып жібереді дейді. Қаттылық қай нәрсеге кірсе, оны дөрекі қылып тастайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіз ба? Ұрып атыр, жағын сындырып атыр, басын жарып атыр, Абу Жахил келіп, анау келіп боғын төгіп атыр, мынау келіп бірдеңе істеп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қарсы шығып төбелесіп атыр ма біреумен? Қолынан келмей ма, анаумен жекпе-жекке шығып? Бойында бірнеше еркектің күші бар ғой пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Анау жауырыны жер иіскемеген Рукананың өзі жеңіліп қалған ғой. Дұрыс па? Келмей ма пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жекпе-жекке біртіндеп келіңдер деп айтса? Бәрін құлатады ғой пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, егер де солай болатын болса. Бірақ ол нәрсе не болып жатқан жоқ? Керек болып жатқан жоқ. Алла Құранда айтады: "Ей Мұхаммед, егер де сен қатты, дөрекі, жүрегің қатты болғанда," дейді, "айналаңдағылардың бәрі теріс айналып кететін еді," дейді.